Бір бауырымыз былай деп өзінің уәжін айтып жатыр. Біз дамымаймыз, себебі ақты ақ, қараны қара деп айтатын имам жоқ, бәрі үкіметтің сөзінен шыға алмайды, солай ма ұстаз? Енді бұл деген сөз міндетті түрде үкіметке қарсы шыға беру керек деген сөз емес деп ойлаймын. Жалпы кез келген адам ақиқатты, шынайылықты айтады, айту керек. Ол бірақ мынандай мәселе бар. Бүкіл айтқан дүниен ақиқат болу керек, бірақ ақиқаттың бәрін айта беру кейде жақсылық қалып қоймайды. Кейбір нәрселердің уақыты бар. Сондықтан да менің ойымша имамдарымыз қолдан келгенше шариғи тұрғыдан, діни тұрғыдан сауаттылыққа қызмет етіп жатқан болар. Біртіндеп қоғамдағы келеңсіздіктер туралы да айтатын дәрежеге көтерілер деп ойлаймыз. Оның үстіне бізде дін мемлекеттен бөлек болғандықтан имамдар тіпті саясатпен араласуға, имамдардың қандай да бір партия құруына діндарлардың, діни бірлестіктердің заң бойынша тыйым салынған. Сондықтан да олардың мемлекеттің биліктің ісіне араласуы жоқ құпталмайтын шаруа болғандықтан олар өздерінің осы саласында қалып отыр деп ойлаймын. Енді әрине сіздің де кейбір уәждеріңізбен кейде келісуге болады. Енді жағымпаздық деген нәрселер бар, кейбір кездерде лайықсыз тағайындалу деген нәрселер бар. Сондай жағдайларға байланысты келеңсіздіктер орын жатуы мүмкін, бірақ бәріне топырақ шашуға болмайды. Талай жаңағы сөзі мен ісі бір-біріне сәйкес келетін, қабысатын имамдарымыз Құдай қаласа өсіп дамып келе жатыр.